Азыр последний тост. Ал. Сөйлеңдер, уақыт деп жатыр ғой. Шапшаңдап. Тем жигалып соңғы Тост дейсің. бізге келіп қалады екен. Бүгінгі апамыздың зейнеткерлік жасына арнап жайып жатқан дастарханына қош келіпсіздер. Соңғы түйінің бе, бірінші түйінің бе жигалып? Кешке өзінің әріптестерін, бірге оқыған курстастарын, өзінің ең жақын қайын сіңлілерін, тумаларын, өзінің сіңлілерін, апалары бар, жеңгелері бар, барлығын қосып, басымызды қосып, осындай үлкен ақ дастархан жайып жатыр. Осы ақ дастарханның басында танымай бір-бірімізді танысып жатқан апамыздың курстастары, ұжымы бар. Көбіне өзінің көрген кезде айтатын сол ұжымын көріп отырып, барлығыңызға да рахмет. Осындай жақсылық, осындай қуаныш, берекелі, үлкен жақсылық сіздердің шаңырақтарыңызда болсын. Лариса апа, жасыңыз құтты болсын. Зейнеткерлік жасқа шығып жатсыз. Зейнеткерлік жас деген бір үлкен адамның еңбегінің нәтижесі. Жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Енді асығыс бізге де тездету керек болады. Сондықтан тек бар жақсылықты тілеймін. Өміріңіз, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жаңа әріптестеріңіз айтып жатыр, бірге жүрген достарыңыз, құрбыларыңыз айтып жатыр, сіздің қандай азаматша екеніңізді біз бәріміз білеміз. Сіз бір шаңырақтың астында бірге өскен жерде. Bir şey bir de balamay. Қай уақытта да Шалынатын болдық. сіңілім деп қамқорлап отырады. Қай уақытта да өзінің мерейімен жеткізіп отырады айтыр бізге. Сол тек жасыңыз отбасыңыз аман болсын, аман болсын сізге. Енді жаңа айтып жатыр ғой, осы жерде мен Ларисаның айта кеткім келеді. Қамал Құдаша мен Гүлшат Құдаша біздің шаңырақтың үлкен апамыздың ең жақын деген өзінің балаларының апалары, тумалары. Жездемді айтпай кетпеуге болмайды. Ол жездеміз деген өте бөлек адам болды. Ол адамның жүріс-тұрысы, ол адамның жаңағы адамгершілігі, ол адамның өзінің сабырлығы, ол адамның өзінің бір сондай керемет жақсы қасиеттері бар. Ол бөлек. Менің жолдасым айтады, менің бажам деп, әттең деп. Енді жайлы болсын. Ұрпағы бар, артында өсіп келе жатырған апамыз сол ұрпақтармен бірге өсе берсін, көркейе берсін. Немерелері бар, сол немерелері соларды жеткізсін. Артында қалған оңалады. Аман отырыңыз, деніңіз сау болсын. Сізге бар әлемнің жақсылығын тілеймін. Мен өзімнің отбасыма не тілеймін, сол бар жақсылықты мен апама тілеймін. Апаның қамқорлығы, ағаның қамқорлығы, бауырдың қамқорлығы деген барлығы бөлек. Сондай қамқорлықты біз апамыздан көреміз. Қандай жағынан болса да қамқорлап, ақылын айтып, барлығын жеткізіп отырады. Аман жүріңіз, деніңіз сау болсын. Осындай жақсылықтар бола берсін. Аман отырыңыздар барлығы. Біреу жұмыстікі, біреуін походный дейсің, прогулка. Ис сасып кетеді. Тамақтың иісі көбісі аламын негізі.
5 қасқа беріш емессің ба? Соның 5 қасқасын берші. Мен нағашы әжем деп бағана айтып жатқам нағашы әжем. Өзім масқармын былай. Әжемнің қызымын мен нағашы әжем. Мамамның мамасы. 5 қасқа берішпін дейіп сосын кейде өтірік аналар папалар қарайды жігіттерге. Мамалар қызым. 5 қасқа беріштің қызым. Соны Таныстырмешсер жақсы ғой. иә, мен нағашы әжем өте күшті шебер болған. О, мына бала шайын берді ғой, уақыт болып бермеймін деген. Сапаларым, жеңгелеріміз бар, сонымен қатар мына Қамар апамен қоштас келіп отыр. Естімекен арғайын. Алтынай апамыздың айтқанындай, өте өзімізге шаңырағымызға сыйлы. Қай жылдың баласымын деді? Алғашқы жаңағы құдағай, Өзінен ба? құдашалар атанған, төрімізден орын алған апалардың бірі. Сол өзім кішкентай болсам да жаңағы Жаңғаладан Жаңабай деген құдамыз бар, осында тұрады. Жаңабай. Жанасыл деген баласы бар. Жанасыл. Сесеніп Жанасыл. сол енді Қарайсың жаңағы ба? ол жақтағы Сесеніп Жанасылды. үлкен кісілердің Сесен қатын Жаңабай деген баласы клубта істеген. Жанасылдар шөздерден аздап үлкен болады. апамыздан 92. жаңағы жалғыз жібермей 2000-де жақсы ба? қасына естіп жүретін сондай. 92. Содан кейін енді осы жерде апамыздың Жанасыл Сесенов. жаңағы керемет шақтарымен бөлісіп жатсыздар. Сонымен сол кездерден білетін апалардың Ісімнің 92 болғасын, ол да 92 болар деп ойлаптым. 91 ма құдай біледі. Адай әйтеуір. иә бірге Совхоздан болып тұрады. тоже бір каникулдарда келеді. Жаңғаламыз дейді бізге білмеймін. Мұнда тұрады, бірақ қазір баяғыда біз құда болғанда мұнда апамның тұрады. дастарханына жинап отырған Қазақ ауыл жақта. апамның әріптестері болса, бір кішкентай біраз уақыт бос Жанасыл Сесенов, Жаңабай әкесінің аты. Асылай деген мамасының аты. Құларым деп айтсам, апаларым келіп отыр. Шүкірасына, Фатималиевна, Асылай менің сіңлім, інімнің қызы. Кенесінің аты да Асылай. Жанасыл мұғалім. Жоқ, Жанасыл деген ер адам. бәріңізге осылай Жоқ. көргеніміз осындай той, шаттық дастарханда тек 92, 90, жоқ осында баяғыдан. енді Бірақ бүгінгі кешіміздің жаңағы туған жерлер су Жаңғаламыз дейді. Совхозын айтпайды, Жаңғаламыз. апамыз. Иә, апа сізге деніңізге саулық берсін дейміз, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Сіздің жаңағы бейнетіңіздің еңбегін көріп жатсыз, ол жаңағы жұмыстағы әріптестеріміздің Контракт кезінде тамақ жауын кішкене жүрек жалғап алдыңдар ма? одан кейін мына өмірдегі өзіңіздің еңбек еткен Астана жүріп. еңбегіңіздің жаңағы Зейнетін көргізсін. нәтижесі ол сіздің ұлдарыңыз Алихан мен Әлішер. Олар да өте текті ұрпақтан тараған деп айтамыз. Алтынай апамыз айтқандай, жездеміз бір сондай үлкен азаматтың азаматы болған, өте еліне сыйлы, жаңағы айтып кеткендей, ағамыздың достарының жолдастары ылғи да бір осындай осы шаңырақта болған тойлардың, жиындардың төрінде жүреді, қасында жүреді, апамыздың қасынан табылып отырады. Соның бәрін біз бәрін де байқаймыз, білеміз, көп жүреміз, соның бәрін куәсі болып келеміз осы кезге дейін. Ал енді Вентиляция қостырады. бүгінгі күнде шөбере сүйіңіз, шөпшек сүйіңіз, немене сүйіңіз, бәріне де сіз лайықтысыз. Біз қуаныштымыз әрқашанда өзіміздің жаңағы алдымызда осындай апамыздың үлкен азаматша ретінде ел сыйлайтын, ел қатарлы бізге бір пример болатындай апамыздың бар екеніне. Бар енді адам баласына беретін, ұрпағына беретін жаңағы шаралардың бәрін істеп өтіп келе жатсыз. Барлық кезеңнен де оның бәрін мұңаймай, қайсарлықпен жақсы көтеріп жатсыз. Бәрінде аман жүріңіз. Жаңағы айтып тұр ғой сізге қыдырыңыз деп жатыр. Мен де соған келсем, облыстан, картадан көрсетіп отырған осы кезге дейін балдарыңызға көрсетіп отырған елдерді тек аралап, қыдырып жүре беріңіз. Сіз соған бәріне лайықсыз.
өзінің аты да Дина. иә. Фамилиясы Абуова болу керек. Қазір кейбір дауыс бермесе. Дұрыс жамағына. туған күніне алтын уақыттарыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Колледжде оқыды да. Солай сияқты Дина келесі кешкі дастарханға шай керек дейді. Сондықтан мен жаңағы айтылған барлық жақсы тілектерге қосыламын. Апамыздың ғұмыр жасы ұзақ болсын, дені сау болсын, балаларының қайырын көрсін, немересін шөбере сүйсін. Көп рахмет. Рахмет, сіздерге де рахмет. Бар жақсы тілейміз апамызға. Аумин. Басталып жатыр ғой.